Burada тазалығы 3-ші бөлімше бізге қарасты 24 көп қабатты үйлер бар. Ал 10-ші числоға дейін бүкіл үйлердің жылуы өзінің уақытында қабылданды. Жазда біз жиналыс өткізгенбіз әр үйлерге. Сонда кейбір тұрғындар өзінің қаражатымен уақытында ремонт жасалған үйлер бар. Мысалы, Шұғыла 54-ші үй бар. Олар өз қаражатына уақытында материалдарын алып, оны уақытында өзінде жұмыстарын жасап бердік. Мысалы, трубасын сваркілеу, вентильдерін ауыстыру. Ал кейбір тұрғындар өзінің үйлеріне, квартирасына салғырттық қарайды. Сосын жылуды берген кезде үйлеріне жылу келмейді. Сосын мынандай жағдайлар болады. Әркім өзінің жаңағы утюжный сырттан біреулерді жалдап, батареяның екі жағына вентильдер қойып қояды, чтобы ертең аварийный ситуацияда, чтобы вентильдер батареяны жабу үшін. Соның вентильдерін ұмытып кетеді. Сосын біз соның бір квартира, екі квартира жылу болмайған кезде соларды іздейміз. Ол үйінде болмайды, ол квартиранттар болады. Сондай мәселелермен кейбір тұрғындар жылуды уақытында ала алмай жатқандар кездер болады.